Мен бұл өмірде көп қиындық көрдім. Тағдырдың сынағына әлі төзіп келемін. Сабаққа бармай күн көру үшін сауда жасадым. Туыс ағаларыммен бірге Мәскеуге дейін барып, ол жақтан тауар алып келіп, оны туған жерімде саттым. Әкем қайтыс болды, шешем мүгедек. Жан бағу үшін ерте есейіп барлық қиындықтарға мойымай, өзімді қамшылап өмір сүріп келемін. Әйтпесе қатарластарым менің басымнан өткен қиындықтарды өткеретін болса, өмірден баз кешіп кетер деп ойлаймын. Енді өмірім дұрысталып, аяққа тұрып, жігіттік жасқа келіп, отбасылық өмір бастар шағымда тағдыр мені тағы да қатты сынға алды. Алған жарым бүкіл қалаға белгілі жезекше болып шықты. Шынымды айтайын, Таразда туылғаныммен онда көп тұрған жоқпын. Күн көрістің қамымен сауда жасап, әр қалада тентіреп жүрдім. Туыс ағаларымен бірге Атырауда картоп, Алматыда киім, Өскеменде ыдыс-аяқ саттым. Қарағандыда да, Көкшетауда да, Семейде де сауда жасадым. Қазақстанның мен болмаған қаласы жоқ. Бәрін араладым десем болады. Сондықтан да Теміртауда көп досым бола қойған жоқ. Сыныптастарыммен ара-тұра араласқаным болмаса, етене жақын дос болмадым. 11-ші сыныпта мұғалімдердің жаны ашып, әйтеуір қолыма аттестатты берді. Одан кейін Астанаға барып, құрылыста жұмыс жасадым. КамАЗ жүргізуді үйреніп, жақсы табыс таптым. Су жаңа көлік алдым. Анама ақша салып тұрдым. Жағдайым жақсарған соң жеке КамАЗ сатып алдым. Бір күні үйге қыдырып келсем, анам: «Балам, мен тірі кезде үйлен, ең болмаса келінімді көріп, бұйырса немеремнің бетін сүйіп кетейін» деді. Анамның көңілін қалдырғым келмеді. Бірақ жүретін қызым жоқ. Қу тіршіліктің қамымен қыздарға да қарамаппын. Өмірімде бір қызбен ашылып сөйлесіп те көрмеппін. Осыдан кейін сыныптас достарыма барып, қыздармен танысуға да ұйғардым. Ана қызбен таныстым, мына қызбен таныстым. Біреуінің көзі ұнамайды, біреуінің сөзі ұнамайды. Енді біреуінің өзі ұнамады. Осылай таңдап жүріп, ақыры тазға жолықтым. Өмірімде ішімдік ішіп көрмегенмен, бір күні достарыммен кафеде отырып, қыздармен ашық жарқын сөйлесу үшін кішкене арақтан ұрттадым. Көңілім көтеріліп, даусым жарқын-жарқын шыға бастады. Шешесі татар Алина есімді қызбен әңгімем жарасып кетті. Сол күні қатты қызып қалдым да, Алинаға бірден «Мен сені аламын» дедім. Ол да майысып қалған «Мені ала алмайсың» деді. Екеуміз бәстесіп, сол күні түнде оны достарымен бірге үйге алып келдім. Анама үйге келін әкелдім деп едім. Шешем байғыз қуаныштан жарылардай көршілердің үйіне жүгіріп кетті. Сонымен не керек, Алинаға орамал тағып, оның үйіне кешірімші жібердік. Алинаның ата-анасы да келісімін берді. Содан соң дүркіретіп той жасадық. Бүкіл ағайын туыс дос жаран жиналып құтты болсын айтты. Келесі күні кешке достарға дастархан жайдық. Алина елпілдеп күліп жүріп шай құйды. Достар жастарда оңаша қалдырайық, ертерек қайтайық деп тарап кетті. Алғашқы түніміз мен үшін қасіретке айналды. Алғам жарым қыз болмай шықты. Айтайын десем айта алмаймын. Іштей булығып теріс қарап ұйықтап қалдым. Ертесіне мен не бүлдірдім деп қатты мұңға баттым. Таң атпай достарым келіп, алғашқы түн қалай болды деп сұрағанда, қаным басыма шығып, бетім ду ете қалды. Бір бозарып, бір қызардым. Не айтарымды білмей, жақсы екен дей салдым. Үйдегілерге де, достарыма да шындықты айтпадым. Ол жылап алданып қалғанын мойындады. Оның мұны түстен кейін болары болып, бояуы сіңгеннен соң мойындағанына қатты қапаландым. Бірақ іштегі ашуымды сыртқа шығарған жоқпын. Анама да, достарыма да ешкімге тіс жармадым. Басыма түскен тағдырым осы шығар деп бәріне көндім. Оны жарым ретінде қабылдадым. Ешкімнің көзіне түспейін, қыз емес қатын алғанымды ешкім бетіме баспасын деп, жарымды Астанаға алып кеттім. Екеуміз 5-6 ай бірге тұрдық, бірақ оның сәл кемшілігіне бола ашулана беретін болдым. Менің алдымда басқа жігітпен қосылғаны есіме түсіп,
тіптен қаным басыма шабады. Айғайға саламын, тіпті қол жұмсадым. Егер ол қыз болып дегенде оның бар кемшілігін көтерер едім. Бірақ мені алдағаны қатты жаныма батты. Кешіре алмадым. Сәл ашулансам болды, оның қыз болмай тигені есіме түсіп, өзімді қоярға жер таппаймын. Ақыры ол да менің мінезіме шыдай алмай үйіне кетіп қалды. Мен өзімнің қылығымның дұрыс емес екенін түсініп, оның үйіне барып кешірім сұрауды ұйғардым. Таразға келіп досыма әйелімді үйге алып келейік дегенім сол еді. Ол қойшы соны, не қыласың деді. Ол туралы барлық шындықты айтып берді. Сөйтсем ол бүкіл қалаға аты шулы жезөкше екен. Оның қызығын тіпті көршілер де, көрші аудандағы қатарластарым да көрген екен. Осының бәрін досымнан естіген кезде өмірден түңіліп кеттім. Таныстарым ол қызды алатындай сәкенге не көрінді деген екен. Бұдан асқан қорлық бар ма? Мен неге соншалықты сорлы болдым? Досым, жігіттің басынан не өтпейді, сабырға түс, ақылға кел. Есің болса ажырасып басқа қыз ал деді. Енді не істесем болады? Қай жолды таңдарымды білмеймін. Оның аяғы ауыр. Атышулы жезөкшені қайта жар етіп әкелейін бе, әлде бәрін тәрк етіп қайта үйленейін бе? Әбден басым қатып кетті. Қандай ақыл кеңес қосасыздар?